Көктемде барлығымыз да әдемі көрінгіміз келетіні рас. Оған көмекке қажет табиғи заттар әрқайсымыздың үйімізден табылады. Бүгінгі видеода үй жағдайында жасалатын бірнеше масканың түрлерімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қарап отырыңыздар және жаңадан қосылған болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұл каналда пайдалы ақпараттар өте көп. Ал ендеше кеттік. Сәбіз құрамында Д, Е, ПП дәрумендері көп. Онымен қоса эфир майы, кальций тұзы, фосфор, темір, йод да бар. Бетті әрлейтін маска. Сәбізді үккіштен өткізіп, жұмыртқаның ағымен араластырасыз. Одан кейін бір шай қасық өсімдік майын аз ғана мөлшерде крахмал қосып, бет терісіне, мойыңызға, арқаңызға жағып, 20-30 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Бет терісі жарыла бастаса, мына маскада көмегін тигізеді. Піскен сәбізді өсімдік майымен араластырып, бетіңізге жағып, 10-15 минуттан соң жуып тастайсыз. Барлық типті теріге. Шикі сәбізді үккіштен өткізіп, шырынын бетіңізге жағып, бірнеше минуттан соң салқын сумен жуып тастасаңыз, бетіңіз үлбіреп тұрады. Алманың құрамында С, Б дәрумендері, амин қышқылдар, флавоноидтар, минералды тұздар, микроэлементтер жетерлік. Олар адам терісіндегі қызыл бөртпелерді жоюға, тері қабатының тұрақтануына септігін тигізеді. Солып кеткен бетке арналған маска. Алманы үккіштен өткізіп, бетіңізге толық жағыңызда 20 минуттан соң жылы сумен жуып, артынан салқын сумен шайыңыз. Ал бетіңіз майлы болса, осы қоспаға жұмыртқаның ағын араластырып, бірнеше тамшы лимон шырынын қосып пайдаланасыз. Егер құрғақ болса, біраз мөлшерде қаймақ, жұмыртқаның сарысын, бір аз қасық өсімдік майын, аз мөлшерде бал қосып, бет терісіне жағуыңызға болады. Артынан жылы сумен жуып тастайсыз. Жасартатын маска. Үккіштен өткізілген алманы бір стакан ыстық сүтпен араластырып, бетіңізге жағып, 20 минут уақыт ұстайсыз. Ағартатын маска. Үккіштен өткізілген алмаға жұмыртқаның ағын және аз мөлшерде крахмал қосып, бетіңізге жағасыз да, шамамен 20-25 минуттан соң жуып тастайсыз. Картоптың құрамы С, В1, В2, ПП, К дәрумендеріне бай. Ас әзірлердің алдында картопты қабығынан аршыған кезде қолыңыздағы нағыз әмбебап косметикалық құрал тұрғанын аңғармайсыз да. Ал картоп болса беттегі бөрткеннің ушығуын тоқтатады, теріңізді қалыпқа келтіре отыра ағартады, әжімдерді жояды. Сезімтал теріге арналған лосьон. Таза, құрғақ теріңізді картоп шырынымен сүртсеңіз, әсері мол. Барлық тері түрлеріне арналған лифтинг. Бұл маска түрін Нобель сыйлығын алардың алдында дайындық үстінде швед ханшайымы пайдаланған деседі. Жылы картоп езбесін бетіңізге, мойныңызға жағып, аздап құрғағаннан кейін бөлме температурасындағы сумен жуып, бетіңізге теріңіздің түріне сәйкес крем жағыңыз. Ағартатын маска. Картопты тазалап, үккіштен өткізіп, бірнеше тамшы өсімдік майын, бір ас қасық сүт қосып, араластырып, бетіңізге жағасыз да, артынша 15-20 минуттан соң жуып тастайсыз. Лимон. Лимонның беттің ағаруына, ажарының кіруіне тигізетін әсері мол. Бір лимонды тоңазытқышта сақтап, 2-3 рет маска жасауға болады. Жуылған лимонның 1-2 тілімін кесіп алып, бетіңізге шырынын жағасыз. 20 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Йогурт. Кәдімгі балалар жейтін йогурттың кез келген түріне маска жасауыңызға болады. Таза бетке жағып, 15-20 минуттан кейін жуып тастайсыз. Мұның барлығы бет терісін жұмсарту, әрлендіру үшін жасалатын әрекеттер. Алайда табиғи сұлулыққа не жетсін? Сіздерге шамамен 10-нан аса маска түрлері ұсынылды. Мұның бәрі үй жағдайында жасауға болады. Игіліктеріңізде пайдаланыңыздар. Сіздер тағы қандай маска түрлерін білесіздер? Комментарийге қалдырып кетіңіздер, міндетті түрде оқимын. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ем болсын.